Қарағанды облысында 15 қарашадан бастап жасөспірімдерді вакцинациялау процесі басталды. Жасөспірімдерді иммундау білім беру ұйымдарының 2 пункттерінде, сондай-ақ ата-аналардың қалауымен тіркелген жері бойынша емханада жүргізіледі. Ал сол білім беру мекемелеріне вакцина арнайы мұздатқышпен жеткізіледі. Я уже как сказала, когда достается вакцина, Әр мектепте салқындатқыштары бар термоконтейнерлер бар және қажетті температура режимін сақтау үшін термометр қойылған. Вакцина мектептерге егілетін бала санына байланысты жіберіледі. Яғни білім беру орындары ата-аналардың рұқсатымен анықтама жинап, нақты доза санын вакцинация орталығына жолдайды. Екпе жасалатын күні мектепке дәрігер жіберіледі. Ол процесс алдында оқушылардың жалпы жағдайын тексереді. Содан кейін ғана білім беру мекемесінің медбикесі, ол жоқ болса емханадан жіберілген қызметкер вакцина салады. Екпе алған жасөспірімдер вакцинациядан кейін 30 минут медициналық бақылауда болады. Кейін қайтадан сабаққа орала алады. Егер болуы мүмкін жанама әсерлер, әлсіздік, температураның жоғарылауы байқалса, сабақтан босатылып, ата-аналарына алдын ала хабарланып, үйге жіберіледі. Ескерте кетейік, вакцина балаларға ата-аналарының жазбаша рұқсатымен ғана салынады.